Баршаңызға сәлем. Бүгін қамырға оратылған шұжық немесе құлағымыз үйренген сосиски в тесте дайындаймыз. Ол үшін бір жұмыртқаға 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант, 1 шай қасық қосқыш қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бұның үстіне 120 грамм сүт және 150 грамм жылы су қосып араластырамыз. Дайын болған сұйық массамыздың үстіне 1 шай қасық ашытқы қосамыз. Тағы да араластырамыз. Дайын болып тұрған сұйық массамыздың үстіне бөліп 650 грамм ұн қосамыз. Және қолымызға жабыспайтындай қамыр илейміз. Осындай мүлдем қолға жабыспайтын қамырымыз соңында дайын болады. Бетін жауып, 1 сағат, 1,5 сағатқа жылы жерге көтерілуін күткенше қойып қоямыз. Ашып, дайын болып тұрған қамырымызды алып, 2 бөлікке бөлеміз де жаямыз. Мен осылай ұзындау сопақшау күйінде жайғанды ұнатамын, себебі шұжықты орайтын қамырдың бөлшектері ыңғайлы болады қолымызға. Осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Шұжықты мен осылай кішкентай бөліктерге бөліп дайындап қойдым. Әр шұжықты бөлек-бөлек дайындап қойған қамырымызға осылай орап шығамыз. Шұжығыңызды бөлмей, ұзын күйінше орасаңыз да болады. Үстінен жұмыртқаның сарысын жағып, кунжутпен немесе макпен асем десеңіз болады. Isып тұрған духовкада 180 градуста 40 минут, 45 минутқа салып пісіріп аламыз. Осындай өте дәмді, тәбетті ашатын шұжықтарымыз дайын болды. Сіздерге аз болсын.